Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Алтынай. Бүгін мен сіздерге KFC қанаттарының ең керемет рецептімен бөлісетін боламын. Барлық қажетті ингредиенттерді төмендегі описанияға қалдырамын. Ең алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Ол үшін бізге 2 ас қасық соя соусы, 1 ас қасық майонез және 1 ас қасық кетчуп қажет. Қалауыңызша приправа қоссаңыз болады. Мен Магидің тауық етіне арналған приправасын қостым. Татымына қарай тұз салуды ұмытпаңыз. Содан соң үстіне 1 стакан салқын су құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Маринадталған етімізді ұнға аунатамыз. Ұнға аунатылған етімізді қайтадан маринадына салып, содан соң ұнға саламыз. Осы процесті жасаймыз. Қызып тұрған тапамызға жақсы көлемде сұйық май құямыз. Майымыз қызған соң еттерімізді салып қуырып аламыз. Әр беті 4-5 минуттан піседі. Жалпы алғанда 8-10 минутты құрайды. Ең бастысы майыңыз қатты қызып тұру керек. Сонда тауық еттеріңіз қытырлақ болып шығады. Толығымен 2 беті қызарып піскен соң, майынан осылай сілкіп бөліп аламыз. Осылайша біздің өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын KFC қанаттарымыз дайын. Жанына картошка фри мен соусты қосуды ұмытпаңыз. Фридің жасалу рецепті менің каналымда бар. Осы рецептпен жасап көріңіз, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.